Дауыс естіліп тұрса, экран көрініп тұрса, плюс қойып жүріңіз. М. Енді бүгінгі сабақ запас хода деген тақырып. Запас ход дегеніміз жазып алыңыздар. Бірінші запас хода. Төртінші сабақ ортаға жазыңыздар да запас хода. Трейдингтегі запас ход бұл баға өз бағытымен қозғала алатын бос аралық. Яғни акцияның жақшаға бағаның деп қойыңыздар. Яғни бағаның мақсатқа жеткенше жүретін потенциалды қашықтығы. Яғни акцияның жақшаға бағаның мақсатқа жеткенше жүретін потенциалды қашықтығы, иә. Егер сен позиция ашқаннан кейін баға сенің пайдаң бағытында, егер сен позиция ашқаннан кейін баға сенің пайдаң бағытында қаншаға дейін жүре алады, сол аралық запас хода деп аталады. Егер сен позиция ашқаннан кейін баға сенің пайдаң бағытында қаншаға дейін жүре алады, сенің пайдаң бағытында деген енді сен анализге тура келіп тұрса деген мағынада ғой. Анализге тура келіп анализбен жүріп тұрса, қай жерге дейін бара алады баға, иә? Сол аралықты запас ход деп айтамыз. Запас хода максимумды жақшаға жазыңыздар. Жасылды, минимумды жақшаға қызылды алып отыруын айтамыз. Запас хода жасылды, қызылды алып отыруын айтамыз. Егер максимумды ала алмаса, жасылды ала алмаса, минимум бағаларды ала алмаса, біз позициядан шығуымыз керек. Біз позициядан шығуымыз керек. Кеше қараңыздар, мына баға бірден кеп құлады, 5 минуттықпен қарасақ. Баға енді мына жақтағы запас ходтар, мына жерде баға ашылмай тұрып, запас ходалар, минимум запас ходтар мынау еді, иә, мынау болды. Осы жерден баға келді да құлады, вообще мына жақтағы полный, мына запас ходты ең минимум, иә, осының өзін алып кетіп тұр да баға, жауып тұр. Иә, сол үшін біз енді мына жерден оң қарастыру негізі дұрыс емес. Өйткені неге премаркеттегі запас ходтың бәрін алып кетіп тұр бұл? Иә, минимумның өзі премаркеттегі минимум цена закрытия болып тұр ғой, лоу баға, то есть премаркеттегі лоу баға, мына цена закрытия екеуі бір болып тұр. Енді бір уровень ретінде қарастырамыз екеуін, иә. Осы минимум бағаның өзін мынау келді да 5 минутпен жауып қалды. Енді осы жерде енді импульспен өскендіктен баға кішкене откатын беріп, мына мықты уровеньге тест жасап, ретест жасап, сосын барып төменге қарай құлайды. Немесе мынау вообще мына зеркальныйына дейін өсіп мына жерден құлауы мүмкін, иә. Немесе көтерілмей, иә, лонгқа бармай тағы прямой құлауы да мүмкін. Сіз ол кезде біз не істейміз? ТВХ-ны мына жерден дұрыстап кіріп алуымыз керек. Негізі трейдингте схеманың түрлері болады. Үш түрлі схема, иә. Баға негізі бірден былай өсіп кетеді. Мына жерде премаркет болады да, баға мына жерден ашылды да, ашылған бойда өсіп кетті. Енді бұл бірінші схема тұр. Бұл негізі бізге опасный ТВХ болып есептелінеді. Ал баға келіп, он должен куда-то сходить деген алгоритм бойынша жоғарыдағы бір мықты уровеньге тиеп, немесе так, мына жерде жоғарыдағы емес, төменге бір мықты уровеньге тиіп, сосын барып лонгқа қарай кетсе, уже бізде бұл дұрыс схема түрі, иә, дұрыс трейдингтің ешқандай манипуляциясыз қозғалысы деп айта аламыз. Енді мына жерде бізде бірінші ТВХ мынау болады, иә, 1 минуттықпен қараған кезде біз лонг тұтсақ, астына мықты уровеньге кеп тисе, иә, до маркета ешқандай мына жерде
паника болмаса, яғни былай жоғарыға немесе маркет ашылардан 5 минут бұрын төменге қатты түсіп кететін кездер болады ғой. Біз күтіп отқан уровеньге премаркеттің уақытысында жетіп алатындай ше. Премаркет жабылмай тұрып, былай қатты жүріп кететін, қозғалыс жасап кететін кездер болады да. Сол кезде кішкене біз түсінбей қалуымыз мүмкін, бірақ ол Тесла компаниясындағы қалыпты жағдай. М, Бірақ соған сол нәрсеге үйренісе алуымыз керек. Сол нәрсені біз түсініп, қай кезде қалай манипуляция жасайын деп тұр ма, жоқ әлде рынок рынок қалай қозғалғысы келіп тұр, сол рыноктың тілін түсініп алуымыз керек. Мына жерде бізде 1 минуттықпен біз лонг күтіп отырмыз дневка бойынша. Енді 1 минуттықпен мына жерден ТВХ-мызды кірсек болады. Бірақ 1 минуттықпен кірген кезде всегда есте сақтаңыздар, тез жабуға үлгеріп алыңыздар, иә, ары қарай түсіп кетіп жатқан жағдайда, иә, төменге қарай түсіп кетіп жатқан жағдайда жауып үлгеріп алуларыңыз керек. Енді, например, мына жерде бізде екінші ТВХ болады. Кеше ТВХ және подтверждение бойынша тақырып өттік, иә. Екінші ТВХ, мына жерде үшінші ТВХ мына жерден болуы мүмкін. Енді былай тест жасап көтерілгенде, иә, тест жасау керек. Обязательно баға мысалы лонгқа кетіп бара жатыр ма, мына жерден қызыл свечи бір жанып, мына уровеньнің мықты екенін тест жасап, тест жасайды. Тест дегеніміз жаңағы фитильмен кептеп жоғарыға қарай көтеріліп, ә, жасыл болып жануы немесе қызыл болып жанса да, мына жерде мысалы, мына жерде бізде бірінші ТВХ негізі мына 443,87 деген баға болған, иә. Осы бұның минимумы мына цена открытия мен мына гептің максимумы, минимумы мына цена закрытия, иә. Осыған барып мен ойладым, шортын береді дневка бойынша, тренд бойынша кеше шорттығын, иә. Осы жоғарыға барып шортын береді. Сосын келіп мына жерден бір тест жасайды мынаны, иә. Бізде мына жерде уже екінші ТВХ болу керек. Сосын мына жерден келіп тағы да мынаны бір тест жасап үшінші ТВХ-ны осы жерден беріп, содан кейін барып тағы да құлау керек еді. Иә, енді мынау бізде безопасный ТВХ болып есептелінеді. Жалпы безопасный ТВХ-ға, безопасный ТВХ деп айтылып жатады негізі, иә. Ол деген безопасный ТВХ деген мына премаркеттің лоу бағасынан кіру ғой. Премаркеттің ең астындағы бағадан, сосын премаркеттің хай бағасынан жоғары кіруді безопасный ТВХ деп айтады. Бірақ безопасный ТВХ-ның минустары да бар. Кейде ойлаймыз, мен мына жерде 1 минуттық ұстай алмаймын, алданып қалуым мүмкін, немесе мына жерден де кірмеймін, минус болғанша асықпай лучше безопасный ТВХ-дан кірмеймін ба деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ та безопасный ТВХ-ның минустары, ол уже баға мына жерден келеді, 439-дан келіп, кішкене бір 37-ге дейін жүріп, қайтадан көтеріліп кетуі мүмкін осы жақтан. Өйткені мына жерде геп бар, иә. Мына гептің максимум мынау, минимум мынау, осыған келіп қайтадан көтеріп кетуде мүмкін да. Сол үшін, иә, не істейміз, безопасный ТВХ емес, басындағы 1 минутпен болсын, 2 минутпен болсын, мына жерде мысалы мынаны цена открытиен баға бірден бұза алмайды ғой, импульспен бұзғанның өзіне қайттан келіп откатын беріп, сосын барып кетеді. Сол кезде откат беріп жатқан кезде фитиль тастап, подтверждение беріп, лифт беріп жатса, төменге қарай ашуға болады, мына жерден екінші ТВХ-ны ұстауға болады, иә. Ал бұл негізі мен қазір айтып жатқаным дұрыс схема түрі, яғни маркеттің дұрыс қозғалысы, иә. Ал кейде маркет енді біздің айтқанымызбен жүріп 100% осы барлығының бірдей білетін анализіне бағынатын болса рынок, иә, екінің бірі трейдер болып, екінің бірі уже байып кететін еді. Енді жалпы Америкада екінің бірі трейдер екен ғой негізі. Қазақстанда да болашақта ондай болады, сондай дәрежеге жететін шығармыз, бірақ та бәрібір манипуляциясы болады рыноктың, иә, маркеттің. Соған шыдай алатын, басы істейтін, басын жұмыс істете алатын адам мынандай схемаларды да дұрыстап қолданып, осы жерден де плюс ақша тауып алатын адамдарды негізі сол адамдар трейдер бола алады. Енді қараңыздар, мына жерде бірінші схема тұр, мына екінші схема тұр, тағы да бір схема түрі бар. Ертең негізі схеманы толықтырып өтеміз. Мына жерде баға келеді, жоғарыға барып, сосын төменге түсіп, біз лонг күтіп отырмыз, иә, лонг күтіп отырмыз, барады да жоғарыға, иә. Біз енді жоғарыға барып бірден так, мына жерде мынандай емес,
лонг күтіп отқан, мен шорттың на примерін көрсетіп кетейін деп тұрмын. Лонгтың көрсетейін. Лонгқа енді былай отырған кезде, иә, маркет ашылайын деп тұрған кезде шортқа барады, и сосын біз ойлаймыз, енді шортқа барды, енді біз лонг күтіп отырмыз ғой, иә, лонг күтіп отырмыз, лонгты беріп былай кішкене берген сияқты болады да, и қайтадан ол мына жақта бір белгілі бір зонадан уровеньнен төменге қарай құлап кетеді да, и сосын барып мына жақтан мынадан поддержка алу керек болып қайтадан өседі баға, иә. Ондай кездерде біз мына жерден мысалы сделка ашып алсақ, иә, біз лонг күтіп отырмыз ба, мына жаққа кеткен кезде минус болып қатты бір минус болып кетпесек, енді көп ұтпай алған кезде минус болып кетпесек, күтуге болады жалпы, иә, күтсеңіздер болады, бірақ максимум $2 дейін стопты қоюларыңыз керек та, бұндай жағдайда ше. 1,5-2 доллардан стоп қойсаңыздар болады. Өйткені мына жерде келіп баға мына дистрибуционный свечи, может мына жақтағы мына уровень, мына дневка бойынша ұзын дистрибуционный зонасы болып, осының зонасына кіріп кететін болса, ол егер мына жақтағы минимумнан поддержка алу керек болып қалады да, мына былай өсу керек болады. Сол үшін сіздерде уже мына жаққа кеткен кезде слив депозита немесе маржин кол болмау үшін, иә, сіздер мына жерден $2 стоп қоюларыңыз керек мына жерден. Иә, осы жерден өсуі де мүмкін, немесе мына жаққа келіп мынаны может зеркальныйдан құлап барып өсетін кездері де болады. Сол үшін стопты обязательно негізі $2 қойыңыздар. Дұрыс ТВХ-дан кіріңіздер бірінші, иә, мына жерден ТВХ-ны қарастырып кіресіздер біріншіден. Екіншіден, егер минусқа кетіп жатқанның өзінде стопты дұрыс жерден қоя білуде негізі трейдердің ең үлкен мықты біліктілігі деп айтатын едім. Мықты трейдер, профессиональный жалпы трейдерлердің барлығы стоп қойып сауда жасайды екен да. Саудасында профессиональный трейдерлердің саудасында стоп лосты бар екен. Енді осы жерде келесі мына жерден кіреміз деп айттық, иә, мына дистрибуционный зонасына кіріп кетсе уже, иә, мына зеркальныйдан дейін келіп, сосын барып жоғарыға кететін күндері де болады. Енді мына барлығын өшейін, енді запас ход туралы айтайық, иә. Мына жерде мысалы бірінші ТВХ бізде мынау болды, бірақ мынау бірден премаркеттің хай бағасынан құлады. Неге құлады? Өйткені қараңыздар, ол жерде запас ход бар. Кәдімгідей бір мықты запас ход тұр. Запас ход дегеніміз баға мына жерден жабылып тұр, иә. Баға мына жерден келіп жабылды. Мынаған келіп жабылды ғой. Мынаған келіп жабылды. Бірақ мына жердегі мына баға осы жерден, дәл осы максимум баға осы жерден жабылды, и осы жерден ашылып төменге қарай құлап, иә, төменге қарай құлап қызыл болып жабылды. Енді, значит, бізде мына жер запас ход болып есептелінеді. Мына жер негізі СНР деп айтады, алтынмен торговля жасайтындар, немесе сопротивление уровень болып есептелінеді. Осы, иә, неге? Өйткені бұл сопротивление уровень деген себебім, бұл осы жерден баға кеп жабылды, иә, мына жасыл свечи максимум бағамыз осы жерден кеп жабылды да, қызыл свечиміз осы жерден кеп ашылды. Ол бекерден бекер осы жерден кеп ашылып осы жерден жабылып тұрған жоқ. Значит, осының астынан баға ашылса, осындай болып премаркетте осындай болып жабылған күні осы запас ход болып есептелінеді. Бір сағаттың запас ходасы осы, иә, максимум бағасы осы, осының астынан ашылса, значит, шорт деп, иә, шорт деп ұстап, шорт деп уже шорт күте берсеңіздер болады. Егер мына үстінен ашылса, значит, барады, мынаған дейін барады, ол сосын барып құлайды. Сізге бірінші ТВХ мынау болады, иә, до маркеті саламыз схема, бірінші ТВХ мынау болады. Екінші ТВХ келеді да, мына жерге дейін тест жасайды, немесе мына жерге дейін тест жасап, иә, құлайды, былай. Осылай тест жасап, құлайды. Осы жерден құлайды да, ол сосын келіп, мынаны былай импульспен бұзып өтіп, цена закрытиен, иә, цена закрытиен импульспен бұзып, қайтадан ТВХ береді. Мына жерден екінші біздегі үшінші ТВХ-мыз осы болады. Мынау енді безопасный ТВХ ретінде де безопасный ТВХ деп те айтамыз осыны. Сосын былай қарай уже баға құлайды.
енді мына жерден запас ход дегенде бір сағаттың запас ходасы мынау, иә. Енді қараңыздар, ал егер де мынандай запас ходасы, бір сағаттың запас ходасы жоқ болатын күндер болады ғой, например, иә. Мысалы, запас ходты мына жерде негізі бар екен, мына жерде бар екен, мына күнде бар екен, иә. Запас ходы бар. Осы жерден жасыл свечи келіп жабылды да, қызыл осы жерден ашылып төменге қарай құлап тұр. Мынау так закрытиесі 442.35, мынаның открытиесі 442.35. Мына жерде свечкенің үстіне апарсаңыздар, мына жерде ақ түсті болып тұрады ғой, открытие деген не, мына жерге қараңыздар, қазір көрсетемін. Міне 442.35 тура осы жерден жабылып, осы жерден ашылған свечкенің үстіне апарсаңыздар, өзі мына жерде бір жерден ашылып, бір жерден жабылған баға ақ түсті болып тұрады, төбеде открытиесі, иә. Сол жерден бүгін мысалы мына күні осы запас ходтан шорт қарастыруға болады екен. Мына күні шорт күтіп отырмыз осы, иә. Алдың күні ғой. Мына күні дневка бойынша негізі шорт күтіп отырмыз, тренд лонг болғанмен жалпы дневка шорт, иә. Енді осы жерден біз қай жер премаркет уақытысы мына жақтарда жүрсе, значит, қазір қарайық, иә, бір сағатқа қойып. Мына жерде осы жерлерден уже мынадан шорт қарастыруға болады да, баға астынан мына жерден ашылған баға, иә, осы жерден ашылған. Сосын осы жерден шорт күтсек болады, запас бір сағаттың запас ходасы бойынша. Енді ары қарай, так, запас ходасы жоқ күн бар ма? Так, запас хода кейбір күндері негізі ең соңғы свечинадан, так, мына жерде мына жерде запас ход жоқ екен. Қараңыздар, бір сағат бойынша запас ход жоқ. Енді қараңыздар, осы жерде запас ход жоқ болса қалай есептейміз, қалай минимумды қарастырамыз, иә. Запас ходты жоқ, минимум қай жерден минимум болады. Бізде енді мына күні лонг күтіп отырсақ, дневка бойынша лонг күтіп отырмыз. Не перелом лонг, иә, не перелом лонг қызыл болып жабылған мына күні, закрытие қызыл болып жабылған. Сосын мына күні премаркет жоғарыдан ашылып тұр, әрі цена открытия жоғарыдан ашылып тұр, цена закрытия мына жақта геп ап болып ашылып тұр да. Бізге енді минимум баға керек. Минимум негізі мына жерде запас ход болған кезде осыдан может былай көтеріліп кететін еді. Бірақ та запас ходасы енді запас ходасы мына жердегі запас ход болғаны мынадан немесе мынадан біз лонг күтетін едік. Бірақ та енді запас ход жоқ бұл жерде бір сағат бойынша. Енді қай жерден күтеміз? Мына мықты уровень, минимумдардағы мықты уровень. Геп, кеше мен айттым, гептан да қарағанда андай цена закрытие, открытие, зеркальный уровень мықты болып есептенеді деп айттым, иә. Осыдан былай жоғарыға қарай баға көтерілген мына күні. Негізі қазір 5 минутпен тағы да запас ходты көрсеткен кезде сізге больше түсінікті болады. Міне, запас ходасы 5 минутпен жаңа көрсетіп қойдым ғой, айтпақшы. Мына 5 минутпен запас ходтардың бәрін алып кеткен, яғни мына жақта минимум бағалардың бәрін алып кеткен, иә, астынан жабылған. Сосын кішкене откатын берген енді, бірақ мынау былай көтеріп жіберетіндей уровень емес та. Көтеріп жіберетін кездері болады да, бірақ та жалпы біз бәрібір шорт күтіп отқандықтан тренд шорт, дневка шорт, екеуі шорт 4 сағатпен бізде 1 сағат лонг болып тұр. Бірақ, иә, 4 сағатпен 1 сағат лонг болғанның өзінде, мысалы 4 сағаттың күші көп па, 1 сағатпен 4 сағаттың күші көп па, дневка мен трендтің күші көп па, иә. Екеуі, біз енді сол төртеуіне қарап анализ жасаймыз, иә. Анализ жасаған кезде енді күшіне қарайсыздар ғой, 2-де 2 болып тұр, мынау лонг болып тұр, иә. 1 сағат лонг, иә, 1 сағат лонг, 4 сағат лонг. Бірақ дневка мен тренд шорт болып тұрған кезде, дневка мен тренд шорт болып тұрған кезде, енді
қайсының мысалы екеуі тең болып тұр деп айтқан менде, мына екеуі енді дневка мен тренд болып тұрған кезде енді часовой таймфреймдарға қарамай-ақ мыналарды уже мынаның күші көп деп біз максимум шортты қарастырсақ болады. Неге? Өйткені дневка мен тренд шорт болып тұрса, уже мыналарға қарамай-ақ мынаны былай автоматически мынау үлкен деп кетеміз ғой. Мынау так, мынау қалай теңдік белгісі былай қойылады ма? Мынау үлкен деп уже солай есептей бересіздер. Ал кейбір кезде 2-де 2 болмай қалса, солай максимум, кеше сұрақ болды ғой, максимум шорт немесе максимум лонг болатын қалай білуге болады деген сияқты. Я, Анаргүл ханым, сондай сұрақ қойған жоқсыз ба сіз? Максимум шорт, максимум лонг болатынын қалай білеміз деп, иә, солай сұрақ қойдыңыз. Жаңағындай болады ғой, есептестер. Мысалы, 2-де 2 болса, 2-де 2 болса, екеуі тең болады. Біз максимум лонгта, максимум шортта күте алмаймыз да, ол кезде. Ол кезде күшіне қарайсыздар. Дневка мен трендпен қалай дневка мен тренд мына жақта тұр ма, или лонгта тұр ма, или мына екеуі мына жақта дневка мен тренд шортта тұр ма деген сияқты, солай салыстырып қарап максимум шорт, максимум лонг болатын білсеңіздер болады. Мысалы, тек қана дневка лонг болатын кездер болады да, дневка ғана лонг болады, ал қалғандарының барлығы шорт болатын болады. Ол кезде сіздерге уже бірінші кішкентай таймфреймдардың, яғни 1 сағаттың, 4 сағаттың несі, жаңа позициясы орындалады, яғни шортқа барады, сосын лонгын береді дневка бойынша, иә, сосын лонгын береді, сосын барып шортын қайтадан беретін кездері болады, осылай, иә. Ол кезде енді уровеньдердің мықтылығына қарай жұмыс жасайсыздар. Дневка мынандай күні, яғни тренд 1 сағат, 4 сағат бәрі шорт көрсетіп тұрған күні, иә, бірінші кішкентай таймфреймдарды орындалып бастайды ғой енді, иә, кішкентай таймфреймдардың позициясы бірінші орындалады, значит шорт болады. Сосын уже сіздер уже дневка лонг па, сіз мына жерде мықты уровеньнен уже лонг шорттан шығып кетуге тырысуыңыз керек. Егер шортта ашсаңыз, бірақ негізі мықты уровеньнен лонг ұстап алған дұрыс. $3 движениемен, иә, дисциплинаны сақтап $3 движениені ұстап осы жерден шығып кету керек. Өйткені мына жерде уже бізде тренд тағы да шорттың тағы беріп кетуі әбден мүмкін деген сияқты. Мынандай күні негізі $3 дисциплинаны сақтаған дұрыс. Ал мысалы барлығы төменге қарай шортты беретін күні, мысалы мен сондай күндері 20 штуктан алатын кездерім болады. 20 штукты алам, и сосын артынан тағы да запас ходасын алып баратса, уже тағы 20 штукты қосам деген сияқты, иә. Солай қарайсыздар ғой штукты алуды да. Барлық позицияларыңыз, анализдеріңіз комбо болып тұрса, рискті жоғары алуға жалпы негізі болады. Енді жоғары болғанда полный $1000-ға 50 штук берсем, 50 штукты бірден алып алмаймын ғой, иә. Сіздер де солай жасаңыздар, енді риск жоғары алуға болады екен ондай күндері деп, комбо лонг болған, комбо шорт болған күндері ше болады екен деп, бәрібір депозиттің барлығына акция алып сатып алу ол дұрыс емес. Енді қараңыздар, запас ход деген тақырыпта енді мына жерде өсіп келе жатыр баға, 433,72 деген бағадан қайтадан баға көтеріліп келе жатыр, иә. Енді бірақ ол мына жақта запас ходты уже мына максимум қалдырып кетті ғой, иә. Енді сіздер шортта отсыздар, иә, сол кезде запас ходты есептейсіздер, мынау барып мынаған тиеп осыны жоғарыға кетіп жатса, уже стоп лосс мына жерден қойып қойларыңыз керек қой сіздер, иә, осы стоп лоссты осы жерден қойларыңыз керек. Егер бұл бармайтындай болса, енді мына жақтан төменге қарай құлайтындай болса, уже отыра берсеңіздер болады. Бірақ та кеше мысалы 400, біз
отыз үшке, 34, 33-ке дейін ғана тек күттік, иә. 29-ға дейін негізі баруы мүмкін. Кім Ерке ханым 20-18 деп айтты, бірақ енді ол 20-18-ге дейін барады деп айта алмаймын. Өйткені 42-ден 20-ға дейін 22 ETR Теслаға ауыр болып кетеді да. 22 ETR-ға дейін жүріп бере алмайды. Максимум жүреді 17-18 ETR-ға дейін. Негізі өзінің күндік ETR-ын, яғни күндік бір күндік қозғалатын қозғалысы 15-16 доллар ғой Тесланың ше. Сосын одан артық уже мына жақтан кіріп рисковать етіп жүрудің қажет жоқ. Мына жақтан уже мен даже мына жақтан шығып кеттім да, сосын мына жақтан кірген жоқ. 33-ке дейін барады деп кірген жоқпын, өйткені басымды былай уже ары қарай басымды ауыртып отырғым келмейді да, өйткені мен уже дисциплина бар, алатын бүгінгі алатын профитімді алып алдым, сосын уже ары қарай отырғым келмейді басымды ауыртып. Сол кезде мысалы енді запас ходты түсінсеңіздер, енді бүгін бір практика жасап көріңіздер, енді осы айтылғандар бойынша, сосын түсініп аласыздар. Я түсіндіңіздер ғой, мына запас ходасын жасыл болып жанып барып мына денесімен алу керек. Осындай запас ход деген жалпы до маркетта мына жақтан қарайсыздар, мына 442-25 деп тұр. Мына қараңыздар, мына төбесіне қарап тұрсаңыздар, мына жерде жасыл жабылған, сосын қызыл кеп осы жерден ашылған запас ходасы осы. Мынау максимумның запас ходасы болып тұр қазір. Прям до маркетта запас ход осы. Егер осыны денесімен алып кететін болса, жоғарыға қарай алып кететін болса, значит мына 45-ке дейін ұстап алуға болатын еді. Сосын барып шорт күтуге болатын еді. Мынаны денесімен алып кеткен кезде ше, мынаны денесімен алып кеткен кезде, мына жердегі мына бағаны запас ход дегеніміз жалпы баға мысалы жасыл свечи болып келді да, осы жерден қызыл свечи ашылды. Тура осы жерден қызыл свечи ашылып, мына жерден екеуінің цена закрытиесі мен мына қызылдың цена открытиесі бір болып тұрса, енді осы жерде запас ходамыз тұр біздің до маркета, ал уже после маркет, яғни маркет ашылғаннан кейін мыналарды уже мыналарды есептеп отырасыз ғой, мына жердегі. Енді осы жерде осы запас ходты осы запас ход бізге баға максимум қалыптасты, максимум қалыптасқаннан кейін баға мына жердегі мынаны айтып отырмын қазір, жоғарыға кетіп, мынаны денесімен жауып қалған кезде, уже денесімен жапқан кезде баға өсіп барып былай денесімен мынаның максимумын мынау барып жабса, уже біз не істейміз, осы жерден лонгқа ашсақ болады позициямызды. Осы жерлерден лонгқа аша алсақ, немесе мына жақтағы уровеньдерге байланысты былай ашатын шығармыз. Может, мына жерде мықты уровеньдер бар болса, уже денесімен алды мына максимумды. Осы жерде ары қарай, значит, не болады деген сөз, біз дұрыс жерден лонгқа уже бізде подтверждение бар, запас ходасын алып тұр. Значит, біз дұрыс точка входаны тауып кіріп алуымыз керек. Дұрыс точка входа деген қайсы мықты уровень тұр, содан фитиль тастап былай жоғарыға кеткен күтіп барып лонгқа ашуымыз керек деген сөз. Бүгін практикаға салып көріңіздер. Нені? Запас ходты. Басқа сұрақтар бар ма? Анаргүл ханым. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгін практика жасап көріңіздерші, негізі көбінесе осы запас ход күнде жақсы жұмыс жасап береді да. Соны практикаға салған кезде негізі запас ходты түсінесіздер. Лонгта отырсаңыздар, мен айтамын всегда сіздерге, дейінгі студенттердің барлығына айтамын да, запас ход деген қауіпсіздік белдігі, позициялар жаңағындай до маркета бізге дневка тренд 4 сағат 1 сағатпен анализ жасап, сол бойынша соның позициясы бойынша анализ орындалады ғой, 80% сол анализге байланысты біз позиция ашамыз. Осылардың позициясына байланысты сделка ашамыз. Енді соның дәл сондай күші бар, енді запас ходтың да дәл сондай күші бар после маркета.
маркет ашылғаннан кейін сіздердің сол до маркета жасаған анализдеріңіздің ж- жақсы орындалу үшін, яғни жақсы табысқа шығуларыңыз үшін осы запас ход өте қатты көмектеседі. Енді мысалы мына жақта шортта отырмыз, мына жерде пока что шортқа подтверждение болмады, бірақ уже мына жақтан кіргеннен кейін мына жаққа дейін нормальный сумма ұсталғаннан кейін соған қанағат деп шығып кетуге жалпы болады, немесе шықпай да күтуге де болады. Былай өзіміздің анализге байланысты уже 33-тен кетсе, келесі тек профит бізде, келесі тек профит 33-ті алып жатса, уже мына жаққа келіп 29 жаққа келіп жауып береді, иә. Осы жаққа дейін баға келіп береді. 29-ды уже алып жатса, қай бағаға дейін келеді? 29-дан кейін кетсе, уже мынаны зеркальныйына келеді екен. Иә, мынаны зеркальныйына дейді. Мынаны зеркальныйын мынаумен привязка жасап алсақ болады. Мына алдындағы цена денесінің ашылып тұрған жері бар ғой. Сонымен привязка жасап алсақ болады екен 26-ға дейін. 29-ды алып кетсе 26-ға дейін деп ше. Бірақ та уже басындағы профитпен қанағат деп отыру керек. Ары қарай сағат түнгі 2-де жабылса, түнгі 2-ге дейін сауда жасаудың қажеті жоқ. Басында мен айтамын всегда, бір сағаттан кейін уже 2 сағат мақұл, максимум 2 сағатқа дейін сауда жасап алыңыздар. Ары қарай кірмей ақ қойыңыздар. Күнде кіріп жүрсіздер ғой енді. Біздің сауда уже жарты сағатта бітіп қалып жатыр, иә. 15 минут, 20 минутта жалпы осы апта бітіп жатыр ғой сауда. Кейбір кездері болады, мен енді түнге дейін 11-ге дейін қалдыратын кездерім болады да. Бірақ көбінесе менде 70-80% сол сауданың басында, алғашқы 1 сағатында сауда аяқталады. Жалпы сұрақтарыңыз болмаса, онда жақсы, онда сау болыңыздар. Запись салып қоямын. Мынаны бүгін міндетті түрде практикада қолданып көріңіздер. Запас ход деген тақырыпта. Тағы да бір максимумдарға кеткен жақтан кішкене уақыт бар. Максимумға, лонгқа кеткен жерден запас ходты қарастырып көрейік, иә. Мына жерден тағы бір мысал көрсетейін мына күнге. Мысалы баға біз мына күн лонг күтіп отырмыз. Мына минимумнан лонгын беріп тұр, мына жақта зеркальныйдан, иә. Осыдан лонгын беріп тұр, бірақ ол бірінші басында лонгқа барып алды да, сосын шортқа кетіп, сосын барып былай берді, иә. Енді осы жерде қараңыздар, запас ходты қалай есептейсіздер. Запас ходымыз біздің мынау енді максимум баға болып тұр ғой, ашылғандағы максимум баға осы. Енді біз лонг күтіп отырмыз. Мына жерде где-то стоп алып кеткеннің өзінде, мына жаққа лонгқа барып, мына жақтан қайтып кеткен ғой, ол төменге қарай, иә. Құлап қайтып кеткен, стоп алғанның өзінде, иә. Біз енді келесі лонгымыз бәрібір ұстауымыз керек қой, иә. Стоп алдым болды деп қайта кірмей қоймаймыз ғой. Асықпай сразу стоптан кейін мына жерден стоп алдық па, шортқа демей біздің лонгымыз, позициямыз, күтіп отқан позициямыз оңып болғандықтан, иә, сол оңықты дұрыс жерден ұстаймын деп стоптан кейін кішкене асықпай, тоқтап, ақылға салып, мына анализді дұрыстап көз жеткізіп барып лонгты ашу керек та. Мына жерде мысалы лонгқа кетті жоғары қарай, осы жерден аздауыштықпен бірінші тымқыр ретінде алып кіріп алсаңыздар болады, немесе мына жаққа келген кезде мына жерден осы максимум баға болып есептенеді. Жалпы мына жасыл, соны алу керек. Премаркет өзінің максимум бағасы қалыптастырды, мынау, иә. Осы жасыл, осыны алу керек. Сіздер енді мынадан кірдіңіздер, мынау келіп қайттан құлаған кезде де енді осы жерден, мына жерден кірген, мынаның запас ходасын төменге қарай алып кетпесе отыра бересіздер ғой. Мына жерде запас ход мынау. Запас ходамыз мынау, иә, мынау келіп, мынаны денесімен алмаса, иә, төменге қарай түспесе, сіздер отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер, сосын барады, сосын мына максимум бағаны мынау денесімен кеп жабады мына жерде. Уж сіздер осы жерде доливка жасасаңыздар болады. Тағы да екінші толқын мына жерден қоссаңыздар болады. Енді аздау штукпен да, енді кішкене. Мысалы, басында 5 штукпен ашсаңыз ба, мына жақтан 5 штукпен ашып деген сияқты. Енді бірақ басында
ұстасаңыздар немесе сонымен де отырсаңыздар жалпы болады. Ал егер мен сияқты мен солай екі негізі позиция, көбінесе екі позиция ашамын да, екі рет доливка, бір рет ашып сосын тағы да доливка жасаймын. Осы жерден уже екінші толқын мына жерден запас кодасын алып кетті. Максимум бағаны, иә, мына жерде қалыптасқан маркет ашылғаннан қалыптастырған запас кодасын мына алып кетті денесімен, иә. Сосын уже осы жерден кірсеңіздер болады ТВХ ретінде. Екінші ТВХ болады. Осыдан кейін уже уровеньдерге қарай былай ұстап отыра бересіздер. Мынау 437-де 92 деген гапқа кірді, аралу соның зонасына кіргендіктен не істейді, мынаған дейін барып береді деп сіздер уже мынаны ұстап отырсаңыздар болады. Қай жерге дейін? До 445-те 91 деген мына екеуі бір гап қой, қазір көрсетемін. 445 пен 437 деген екеуі бір геп қой, міне мына жердегі сегіз долларлық геп мына. Осы гептің зонасына кірді, значит осыдан былай лонг, максимум на дейін лонг деп қарастырып отырсаңыздар болады. Мына күні ғой. Мына өзі алдыңғы күні. Мына күнгі көрсеттім ғой, жаңа мен сіздерге өскен баға өскен күні лонгтың запас кодасын көрсетіп бердім сіздерге, иә. Түсіндіңіздер ма? Енді бұйырса бұны бүгін практикаға салыңыздар, сосын барып түсінесіздер. Жақсы, онда сау болыңыздар, аман болыңыздар.